Сәлем достар, менің бүгін бірінші влогым. GoPro'мды қолыма алып, влог түсіріп көруге шықтым. Қазір мен неге барам? Метро деген бір маркет бар. Сол метро маркетке барам. Менде екі мақсат. Біреуі не істеуім керек? TikTok'та көбісі сұрайды, қандай көкшөп жейсің, көкшөп қоса бересің деп. Сол мен негізі жейтін көкшөбім бар. Сол қайсысы қандай көкшөп, дәмдері қандай, соны көрсетуге, TikTok түсіруге бар жатырым. Одан кейін екінші мақсат менде. Бірінші түсіргенге кішкене ұялып тұрмын, мына жерде адамдар маған қарап жатыр. Ладно, үйреніп кетем. Телефонмен түсіріп те үйрендім ғой. Екінші мақсат пышақ, одан кейін қазан көріп келу керек. Ондай болса, кеттік. Келдім, қазір жолдан өтем. Мен осы жолдан өтіп бір қорқынышты ше. Адамға жол беру деген жоқ та, мына көріңіздер, өтіп кетеді ғой. Бәрібір қарап жүріп өтпесең ортасынан. Мына жер көбісі андай не ресторанға алатындар келетін сияқты. Ішінде коптым сатат, қазір көрсетем ғой. Мен алдында көп келетінмін бұрын, қазір көп келмеймін. Интернеттен заказ беріп алдыртам. Ауыр көтеріп жүргім келмейді. Алдында көтеріп алып баратынмын. Одан кейін неше рет келі, уже ішінде не бар екен жаттап алғаннан кейін келмейтін болдым. Мен не үшін қарайтын өтсем. Корзина алмаймын. Егер бір нәрсе керек болса, заказ беріп алдыртам, ал көтергім келіп тұрған жоқ үйге дейін. Әдемі болып келгем, әдемі болып қайтайын. Алды мен үстіне шығып көрем. Екінші этажында. Үстінде андай не сатат? Ыдыс. Одан кейін в общем, ішпейтін, жемейтін заттар. Асында ішіп жейтін заттар тұрады. Аяқ киім бар. Брендтің аяқ киімдері қарап көрейін. Қазан мен пышақты ұмытып кетпеу керек. Дәптер. Но 8 лирадан дейді. Кеше біз үйдің астындағы маркеттен де осындай баға алдық. Әдемі екен. Қой. Мынау не? Суық нәрсе ішетін дейді. Ашады, orange juice. Су қайнататын ба? Чай қоятын. Бәрі ресторан заттары ғой. Қазан. Алюмин. Мынау бәрі алюмин дейді. Осы жерден көрем, егер ұнамаса, бәрін бірге неге заказ берем. Икеадан. Ұнаса осы жерден алам. Қазанға салуға болады екен. Жұқа емес пе? Қалың екен. Шойын қазан бар екен. 2400 дейді. Өлемнің ауыр. 2400 деген 30-40 мың теңгедей бола ма?
14 40 мың теңге. Қазаннан бұрын пышақ бұзап пышақ алып алайыншы. Мынаны қара. Бір қойып пісіруге келеді. Андай өткенде IKEA-дан да көрген, мынау не дейсіз ғой, андай. Бір нәрсе пісірген кезде шашырайды ғой, соң қазан бетіне мынаны жоқ қоясың да шашырамайды. Май, ет қойған кезде бетіңе шашырамайды. Мынандай. Так. Мынау андай дәу мұз жасайды. Бір стакан ішіне біреу түгел салатын дәу мұз. Мынандай бар екен, майда-майда мұз жасайды. Күшті екен, 1400 теңге. Мынау да айбат екен, кола ашкенге тез ерімейді. Мұздай колаға. Домалақ мұз жасайтын бар екен. Міне 50 лира. Мынау айбат қой. Болды мынау. Так. Екі жағы еще крама не істейді. Қымбат екен, 400 неме? 400 лира. Мынандай. Мен андайын алғым келгенші. Бір жағы мынандай кідір-кідір. Бір жағы кідір-кідір мынандай ше. Бір жағы түзу. Сонда андай соломка сияқты қылып істеуге болады. Деп ойлағам. Осыны алсам. Все. Бұзылып жатса тағы біреуін көремін да, е. Чилек деген не деп айтушы еді? Андай темір бар ғой, тат баспайтын. Не деп айтушы еді сондай? Сол мынау, короче. Жұқа сияқты сорпаға ғана келеді. Пышақ қарайдан қанша екен? Мынау керек жоқ. Мынаны қара. Софт чизға, жұмсақ, ірімшік. Мынау бәрі андай ірімшіктердің пышағы екен. Пилингай, мынау аршитын. Менде сойыншы. Шефтің найфын алайық. Мынау 420, мынау 250. Не айырмашылығы бар? Ұстайтын жерінде ғана екен. Пышағы бәрі бір дейді. Осыны алсамайын ба? Қасымда бір шеф ағай менімен бірге таңдап жүр пышақ. Білейм, мен пышағым қайыққа кетті. Тастап кетіп қаптым. Аналам. Мынау құрбан пышақ дейді. Құрбан шалатын пышақ екен. Мынау мен пышағым. Пышақ қайрайтын. Қойылып қоятын. Мына жерде дұрыстап мен OOT дейін түсімді көрсетейін. It's me! Again! Қуама деп атқан шығар мына жердегілер. Мен нормально түсіріп жатырмын ба? Бірінші рет түсіріп жатырмын ғой блогты. Қалай нормально болып жатыр ма өзі? Негізі аузым жаба алмай ма? Сондай сөйлей берем ғой. Өзім түсіріп жүрген кезде байқап жатырмын, что-то сөйле десе сөйлей береді екенмін. New Balance бар екен мына жерде, қара. Мындай New Balance қаншадан дейді. Мынау ескі модельдер сияқты ма? Мынау күшті ғой.
Erkeklerki ne ödem eкен. New Balance'ın hocasının da ödem eкен. 4700 lira. Мына магазиндегісімен бірдей сияқты ма, иә? Курткалары бар екен. Calvin Klein'дікі. 2 қабат. Ой. Қаптап кисең де болады. Мына ішін бөлек қылып, сыртын бөлек қылып кисең де болады деген сөз ба? Оңаша екен. 6000 лира. Мына айват екен ғой. 6000. Зарадан алсаң да 4-5 мың қалмайсың ба? Мода Calvin Klein екен. Алмайым қазан. Мен қатты ұнап тұрған жоқ. Кішкене қазан туралы қарайын. Астында құс жүр. Ұшып жүр ішінде. Біреу емес, нешеу жүр. Өлі. Алдына ұшып кет, жаңа кетіп баратсам. Қаңғыра? Өткенде мысық көргем еще мысық жүр ана. Тамақтарын сататын жерде бар ғой, соның артына ұя жасап апты бір мысық. Сол жерде алдынан ана тамақтарды ұрлайды екен да, артына барып жейді. Lavanda. Keklik değil. Kuru lavanda. Мамам жақсы көреді осыны. Қазақстанға алып кеткен. Осы мороженое бар ғой, білесіздер ма? Мороженое жеп көрсеңіздер. Лаванданы. Очередь көп екен. Біз очередьке тұрмай басқаша өтеміз. Мына пышақтарым бар, сосын бір не алдым, анардың суын. Свежий сығып алған анардың суын алдым. Мындай бір корзина аламыз. Böyle. Oslardın application'ını açamız. Дейсің де uzun tavarını tandayсың. Мынау мынадан біреу. Мынадан біреу деп. Так, общий 523. Tamam. Bir paket ayak. Енді ана жаққа барып очередке тұрамыз. Бірақ азырақ очеред. Арбамыз ортасына келеміз. Біз қойып қойдық та. QR-ды оқыттым. Жалғастырам дейміз. Все, кассаға артынан көрсетсек, бұл төлейміз да кете береміз. Біреулердің арбасымен өткізген дүниесі килограмм дұрыс келмей қалды ма, бір нәрсе ол кассадан өткізбей қойды да, қайтарып жіберді. Олар андай толтырып тұрып алған ғой, қайсысы өткен, қайсысын өтпеген байқамай қалғанда. Tamam, teşekkür ederim. Hemen üstündeki QR. Fiş aldım.
кете берейін, Все, кеттік. Жаңа көкшептерді түсіруге кірген қойшы, жаман суық екен, әрең түсіріп біттім, қатып қалдым ішінде. Кондиционер деген ақша кетпейтіндей қосып қойыпты да. Үйге қайтамыз.